Менің атам тыл ардагері. Смағұлов Қайыр Мұхамеджанұлы. 1928 жылы 5 мамыр күні Көкшетау облысы, қазіргі Ақмола облысы, Еңбекшілдер ауданы Сәуле ауылында дүниеге келген. 13 жасында колхоз бастығы сұрап қара жұмысқа шақырылады. Ал ағасы Қайыржан әскер қатарына алынып, соғысқа аттанады. Таң білінбей, өгіз айдап егіс даласында жұмысқа шыққан. Бала болып ойнап, немесе бір ұйқысы қанып тұрған емес. 1945 жылдың 9 мамырында ұлы жеңіске жетті. Алайда соғысқа аттанған ағасы Қайыржан оралмай, 1942 жылы опат болды. Қайыр Мұхамеджанұлы 1948 жылы 20 жасында үйленіп, 1949 жылы әскер қатарына ілінеді. Әскерден келгеннен кейін 1952 жылы қазіргі Өлгі ауылында еңбек жолын бастайды. 1954-1956 жылдары Сытня қаласында осы жұмыстарын жалғастырады. 1956 жылы Сәуле ауылына тың игерушілер қатарында көшіп келіп, мал шаруашылығымен айналысады. Мал дәрігері мамандығынан басталған еңбек жолында талай жетістіктерге жетіп, бас маман, бригадир болып істейді. 1988 жылы зейнеткерлікке шығады. Бірнеше мәрте мақтау грамотасымен және еңбек ардагері ұлы жеңістің 50 жылдығына арналған тылда жұмыс жасағаны үшін медальдармен марапатталған. 2005 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хаты және ұлы жеңістің 65 жылдығына арналған медальдармен марапатталады. Елге еңбегі сіңген еңбек ардагері 10 бала тәрбиелеп, немере шөбере сүйіп, ұзақ жыл өмір сүріп, бақилық болды. Қазіргі